Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіз психологиялық тесттен өтіп, өзіңіздің басты мінезіңізді анықтай аласыз. Бірақ тестімізді бастамастан бұрын, осындай видеоларды менің арнамда көптеп көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып кетіңіз. Ал ендеше кеттік. Мына суретте тұрған қыздардың қайсы сізге көбірек ұқсайды? Өзіңізге ұқсаған қызды таңдап, ойланыңыз. Мен сізге 10 секунд уақыт беремін. Егер сіз бірінші суреттегі болашақ ананы таңдасаңыз, сіздің басты қасиетіңіз қарапайым болу. Бұл әдетті барлық жерде қолданасыз. Сырт келбетіңізде, қарым-қатынас жасағанда да, жалпы өмірде қарапайымсыз. Ештеңені қиындатқыңыз келмейді. Кез келген шешім қабылдарда жүрегіңіздің үніне құлақ түресіз. Оған ешқашан өкінбейсіз де. Алайда аңда-санда ақылыңыздың айтқанын тыңдап отырсаңыз да қателеспейсіз. Егер сіз екінші суреттегі бастық ханымды таңдасаңыз, сіз алға қойған мақсатыңызға жетпей қоймайтын жансыз. Сіздің бұл қасиетіңізге көбі қызыға да, қызғана да қарайды. Әлде біреу сізді ашулы жүреді деген ойда қалуы да мүмкін. Алайда сіз әрдайым өз орныңызды білесіз және өз күшіңізге сенесіз. Дәл осы қасиетіңіз арқылы өзгелер жолда сүрініп жатқанда қайта тұрып жүгіріп, межелі жерге жетіп аласыз. Қадалған жеріңізден қан алмай қоймайсыз. Тек туыстарыңыздың, жақын жандарыңыздың барлық тілегін орындауға міндетті емес екеніңізді ұмытпаңыз. Егер сіз үшінші суреттегі үй ұстаған келіншекті таңдасаңыз, сіздің ең басты қасиетіңіз креатив ойлап табу. Арманыңыз асқақ. Оны жүзеге асыру үшін барыңызды саласыз. Алайда жақын адамдарыңыздың барлығы бірдей өмірлік көзқарасыңызды құптай бермейді. Кейбірі сізді дұрыс түсінбей де жатады. Айналаңызға өзіңіз жақын тартатын жандарды ғана жинағаныңыз абзал. Сонда ғана өмірде жетістікке жете аласыз. Егер де сіз төртінші суреттегі іскер әйелді таңдасаңыз, сіздің таңдауыңыз реалист екеніңізді көрсетеді. Түнеріп жүре алмайсыз, өз бағаңызды білесіз. Кез келген жағдайға оңай бейімделіп кетесіз. Ашық жарқынсыз, өзгелермен тез араласып кетесіз. Кез келгеннің тілін таба аласыз. Жаңа ақпаратты тез қабылдайсыз және пайдаңызға да жарата аласыз. Сізге тек өзіңізге сенімді болу керек. Өзіңізге берер бағаңызды арттырыңыз. Өз күшіңізге сеніңіз. Мінекей, бүгінгі тестіміз өз мәресіне жетті. Шыққан нәтижені комментке жазып, бөлісіп кетіңіз. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып қолдап өтіңіздер. Ал енді кездескенше.